Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Біз бүгін сот әріпін өтетін боламыз, иншалла. Бұл сот әріпі махражы қандай? Соған тоқталатын болсақ, бірінші сот әріпінің махражы тілдің ұшы астыңғы күрек түстердің ішкі қабырғасына тию арқылы шығады. Біз алдында айттық қой, син әріпі дәл сол жерден шығады деп. Син, зәй әріптері осы тұстан шыққан. Яғни син, зәй, сосын жаңағы сот әріптерінің махражы, яғни шығатын жерлері бір. Ол астыңғы күрек түстің ішкі қабырғасына тию арқылы шығады. Тілдің ұшы. Тілдің ұшы осы жерге тию арқылы шығады. Сонымен қатар соттың синнен, жаңағы зәйден айырмашылықтары, ол тілдің ортасы істеледі, ойық болады тілдің ортасында. Ойық. Неге? Өйткені таңдай мен тілдің арасында қысым болу үшін. Қысым болған себепті тілдің ортасы ойық болады. Түсінікті? Бұл сипаттары, әріптің өз сипаттары бар, оны енді тәжвид өткен кезде толығырақ кеңірек өтетін боламыз. Сонымен қатар тілдің тадайюқ фил халқ дейді, яғни алқымжақ қысылады. Соттың со. Кейбіреулер сотты дыбыстаған кезде былай дыбыстайды да, ерінді алда шығарып. Со дейді. Жоқ, қате. Ерінің махражы емес. Махражы оның ерін емес, сондықтан ерінді қозғалтпаймыз. Мәселе іште болып жатыр. Тілдің ортасын қайыстырамыз, ойық қыламыз да, алқымжақты қысамыз. Сосын тілдің ұшын астыңғы күрек түстің ішкі қабырғасын тигіземіз. Со. Мәселе іште, сондықтан со деп ерінмен қозғалтудың қажет жоқ. Жақсы. Бұл енді махражы тілден шығатындығын білдіңіз, енді мына жердегі сипаттары, жаңағы тілдің ортасының ойық болуы, алқымжақтың қысылуы, бұл енді көбінесе сипатқа тән нәрселер. Бұл енді араб әріптерін біз махражын өтіп отырмыз ғой, бірақ сипаттарын тәжвид өтетін боламыз, иншалла, кеңірек. Жақсы. Енді соттың қалай жазылады, сонысына тоқталайық. Сот сөз басында былай жазылады екен. Міне, жазылу үлгісі. Фатқа келсе қалай оқылады? Са. Жуан әріп. Сондықтан харакаты да жуан шығады. Са. Амен оның ортасы. Са. Түсінікті? Са сөз ортасында былай жазылады. Түсінікті? Астына харакат касыра келсе? Сый. Си емес. Сый. Ой деп шығады. Түсінікті ма? Сый. Жуан әріп еткен. Сөз соңында былай жазылады екен. Сөз соңында. Үстінен дамма келсе? Қалай? Суй? Су жайғаным. Түсінікті ма? Суй деп айтпаңыз. Су. Жуан оқылады. О мен удың арасында. Енді қазақша түсіндірген кезде. Су деп жуан шығады. Су. Бәрекелді. Бұл әріп өзінен кейінгі әріпке жалғанады. Түсінікті ғой? Өзінен алдыңғы әріпке де, өзінен кейінгі әріпке де жалғанады. Мен X қойыппын ғой, керісінше жалғанады дегенім. Плюс. Түсінікті ма? Бұл жердің барлығында жалғанады. Бәрекелді. Енді сот әріпі сукунды болып, алдыңғы әріптері әртүрлі харакатты болған кезде қалай дыбысталады? Мысалы, фатқа болса алдыңғы әріп. Аллаху акбар. Қалай? Міне, со. Мынау қалай оқылады? Сосын барып? Бәрекелді. Әс. Түсінікті ма? Әс. Өйткені алды фатқа болып тұр ғой. Өз сукун болып тұр. Әс деп айтамыз. Әс. Жуан қойтамыз. Жай ғана әс емес. Әс. Жуан қойтамыз.
мынау кәсіра болса ис, түсінікті ма? Ис болады. Бәрекелді. Ус, түсінікті? Әс, ис, ус. Бәрекелді. Са, сы, су. Са емес, са. Са, сы, су. Әс, ис, ус. Бәрекелді. Енді мысалдарға келейік. Мысалдар. Міне, соттың жазылу үлгісін қараңыз. Былай бастайсыз. Жолақтың үстінен жазылады. Не деп жаздың? Сум. Сум. Түсінікті ма? Не? Кешіңіз. Стекс. Фә деп тұрма үстінде? Сиф. Түсінікті ма? Сиф жағана болды. Фәс. Фәс. Бәрекелді. Сараф. Сараф емес. Са, жуан әріп қой. Са болады. Ра, фатқалы болған кезде тағы да жуан болады. Сараф. 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 Түсінікті? Тағы да бір мысал. Ба ма не жерде? Сабру. Бәрекелді. Енді сөз ортасында қалай жазылады? Сот қандай үстінде, қандай харакат тұр? Бас деп сукун болып тұр ма? Үстінде фатқа тұр ғой, соттың. Бәсар. Түсінікті ма? Бәсар. Бәсар. Түсінікті ма? Бәсар. Тағы да бір мысал. Уәміну? Қа. Қасабы. Қасабы. Түсінікті ма? Бәрекелді. Алла іліңіз арттырсын, иншалла. Тағы оқыңыздар соқ. Нас деп суп. Насара. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді тағы да мысал. Емес, я. Я. Мынау фә ме? Фә сөз ортасында былай жазылады. Домалақ қолық бас. Домалақ емес қой бас.
Noğanday әріп? Noğanday әріп болды? Соттың алдындағы но әріп қандай әріп? Қалай оқындыңыз жана? Ұмытып қалдыңыз ба уже? Noğanday әріп бірінші әріп? Мәсі. Я, ны. Нунның сөз ортасындағы формасы. Янсуру. Бәрекелді. Нешедес аға? Нешедес? 49-да. Альхамдулилля. Міне көрермендеріміз естіп отыр ғой. 49 жастағы ағамыз үйреніп отыр, Аллаға шүкір. Такс. Бір мысал жазайық. Мынаны оқысаңыз енді, ой, керемет. Жоқ. Мынау қандай әріп? Астының бір нүктесі бар. Истәб. Сукун болып тұр ғой. Истәб са. Сонда бәрін қосып оқыңыз. Бәрі келді. Алла іліміңіз арттырсын, машалла. Истәб сара. Түсінікті ғой, жақсы, осымен біздің сот әрпінің жалпы таныстыру бітті. Түсінікті болды деп ойлаймын. Субханакаллаху бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.